Жылдамдықты арттырғаны. Аппалады, жерге бағысталды, жылдамдық жетілді. Апырай, Джо келгенде не болар екен? Ол маған не істер екен? Қора бұйымды қайтер екен? Менің жалғыз баспанам осы. Ғарыш кемесін болса сатып жібердім. Әй, ғарыш құрылғысы мен компьютерімнің қалғанына шүкір. Алаң болмаңыз, Басеке. Бәрі сіздің қамыңыз үшін ғой, Басеке. Сіз қатты қайғырып, не ұйықтамасаңыз, не тамақ ішпесеңіз қалай уайымдамаймын. Тіпті жуынға да жоқсыз ғой. Мен күйзеліп жүрсем, мені сонша мазақ қылғаның не? Қойыңыз, күйзелетін несі бар? Бұл оп-оңай шешілетін мәселе. Сонда қалай? Батыл балағайды жеңуіміз керек. Сонда очоботты қайтарып какао қуатына ие боламыз. Мына ешкі бөлмеме қашан кіріп алған өзі? Сіздің халіңізді сұрамақ боп менімен келген мырза. Алаң болмаңыз, ешкі мырза, бәрі жақсы болады. Қалай алаңдамай о... Сәлем, қайырлы таң. Сәлем, хана. Қайырлы таң. Мінеке, саған сам қимақ жасап әкеп берем. Келістік. Ал мен саған сүйікті күшіңді пісіріп әкелем. Қойшы, хана, әуре боп қайтесің. Бұғарып келе жатыр. Қайырлы таң, балалар. Жақсы, шәкірттерімнің барлығы дайын ба екен? Нені айтып тұрсыз? Әдеті тақырыбынан жұмбақ шешуге дайынсыңдар ма деп сұрайын деп тұрмын. Әділдіктің оқыты жұрса, қане, дайынсыңдар ма? Тағы да жұмбақ па? Бұл өзі математика сабағы ма, әлде жұмбақ жарысы ма? Білмеймін. Оған басымды қатыр. Әй, балалар, бастарыңды қатырғыларың келмей ме? Жақсы, кім-де-кім жұмбағымды шешетін болса, тамаша сыйлыққа ие болады. Жақсы, сонымен бірінші сұрағым, оң қолымда жасырылған қандай зат екенін кім айтады? Мен білем, грейпфрут. Понима? Жер жаңғақ па? Айтқандарыңның бәрі дұрыс емес, дұрыс емес. Өшіргіш пе? Тағы да дұрыс емес. Қорқып кетті ғой сен. Расында да. Сен не дедің? Егер жұдырығымның ішінде піл болатын болса, ол тұншығып қалмайды ма? Мені соншалықты қатыгез деп ойлайсың ба сен? Алайда мырза, піл алақаныңыз... Жарайды, мақұл, бұл соңғы мүмкіндіктерің. Сендердің келешектеріңді де осы нәрсе шешетін болады, шәкірттерім емес. Дәретханаға барып келсем бола ма, мырза? Жауап беріп әділдік орнатама десем, бара қойшы, шәкіртім. Дәретханаға баруға рұқсат беріңізші. Тамаша, міне нағыз үлгілі шәкір. Ол тіпті кетерінде де қолға алыспақша. Бәрекелді шәкіртім, бәрекелді. Наға барғым кеп тұр. Рұқсат бергеніңізге рахмет. Шынында да сіздің қолыңызда ештеңе жоқ екен. Сіз сонда да бізден жоқ. Күнге қарағанда, емтихан там бүгін болады. Бүгін! Сабақ аяқталған соң тапсы. Батыл балағай мен оның достарының неден қорқатынын білдім. Оны мен де білемін. Сонда бастық мырза да біле ме? Олар менен қорқар. Не деген ақыл дедіңіз мырза? Ақылдысы несі? Мен зұлыммын. Онда тұрған не бар? Ақылды әрі зұлым.
солай аталады. Қызық екен. Сонда алған білімдерін тексере ме? Е, мырза, сол тіпті жазаланатын көрінеді. Бұл емтихан дегенің бізге одақтас сияқты ғой. Емтихандары қашан басталады екен? Басталғалы жатыр, бастық мырза. Жақсы болды. Сақ. Емтихан басталады. Қанша тырыссам да мұның бәрі жаттап алу мүмкін емес. Осының бәріне ұстаз кінәлі. Емтиханның бүгін болатынын аяқ астынан хабарлады. Оған қалай дайындалып үлгереміз? Несіне сонша дүрлігіп жүрсіңдер? Уайымдамаңдар, сабыр сақтаңдар. Нашар баға алсаң көрер едім уайымдамағаныңды. Нашар баға? Мен емтиханнан нашар баға алған емеспін. Емтиханнан сыныптағы үздік баға алған үшінші оқушы мен болам. Үшінші ме? Неге бірінші? Болмаса екінші болмасқа? Ақылыңнан адасқансың ба? Бірінші және екінші орын тек еңменхананікі. Азамат пайда болғалы бері еңменхана бірінші орын үшін таласып келеді. Оларлық жағдай. Мәссаған, бұл керемет қой. Демек бәрі ойдағыдай ғой. Жоқ, олай емес. Аналарға қара. Неге қарай бересің? Өз кітабыңды оқы. Қарашы бұны. Онсыз да өзімдікін оқып отырмын. Оқушыларға сыныпқа қарай тартыңдар. Емтихан басталады. Емтиханнан құлайтын болдық, батыл балақай. Балды мырза, қайта жазып шықсам бола ма? Солай болғаны дұрыс. Қайырлы таң. Мынау кімнің баласы тағы? Мен Білесіңдер. Ей, бұлай алдауға қалай дәтің барады? Бұл расында адуду ғой. Сізге не болған мырза? Оны бәріміз де білеміз ғой. Бетперде киіп алсақ болды, бізді ешкім танымайды деп ойладыңдар ма? енді қайттық апа. Сенің қолыңнан келеді балам. Апа үйге бара берсін. Бұл өзі үшін сазайын тартады. Ай. Жоқ! Кім сендерге менің жаңа оқушыма тиісуге рұқсат берді? Қайдағы жаңа оқушы олай болуы мүмкін емес. Я, мейлің ол адуду болсын, ол зұлым болсын. Ұсқынсыз болса да оқуға құштар. Сондықтан адуду автоматты түрде менің оқушым болады. Дұрыс айтасыз, мырза, дұрыс. Мені мұқият тыңдап ал енді. Әділдік білім алуға ешқашан да кедергі болған емес. Бұл жолы оңай құтылып кеттің, Аду. Тап біздің сыныбымызға келгенің қалай? Бұл жолы не ойластағаның бар? Менің оқығым келеді. Қалай? Сол үшін де кінәлайсыңдар ма мені? Жарайды. Қане, дайынсыңдар ма? Біз дайынбыз. Солай шығар. Емтиханды бастаймыз. Кірісіңдер. Қане оқушыларым. Бастаңдар. Алға. Жылдам. Кім тезірек аяқтаса, сол ертерек қайтады. Мен ертерек қайтамын. Құрылғы, 1 минуттан соң бастай бер. Мақұл бастық мырза, 1 минуттан соң бастаймын. Келбетті папа мырза автобус жүргізушісі. Жаңбырлы күні ертеңгісін 41 жолаушымен А бекетіне тоқтайды. Жақсы, 41 алу 5 қосу 7 тең 43. Бұл оңай екен. 43 алу 11 алу 11. Автобус
ойнайтын жаста емес қой. Қызғылт түсті ұнатуы мүмкін емес. Әбден мүмкін. Сосын қонжықтың маңдайында бір байлам орамалы болу керек. Қарақшы секілді бір көзді және динозаврдікіндей өткір тістері болу керек. Ондай қонжық бола ма екен? Болмағанда ше. Алып қоңыр Кризи Айуа. Ол нағыз ері жүрек балаларға арналып жасалған. Мақұл мырза, сізге сондай айла береміз. Ендеше тыңдаңдар, менің шын жасым 37-ден 8 ай 18 күн асты. Мінекей. 37-де екенсіз ғой. Оған мен емес тіпті желде аңқық сияқты. Бұл не қылған жел таға? Жарайсың құрылғы. Бәлкім аздаған үзіліс берерсіз, қатты жел соғып кетті. Қайдағы үзіліс? Сендер телешоуға емес, математикадан емтихан тапсыруға келдіңдер. Емтихан сұрақтарына түгел жауап берген соң ғана босайсыңдар. Не тапсырасыңдар, не түгел құлайсыңдар. Барлықтарың